Ми діңі ми жаржарларын алып тастаған кезде көре аламыз. Ми діңіне сопақша ми, артқы мидан көпір және ортаңғы ми жатады. Сопақша ми медуля облонгата. Жұлынның жалғасы сопақша ми болып табылады. Сәйкесінше жұлындағы жүлгелер сопақша мида да жалғасады. Бұл сопақша мидың алдынан қарағандағы көрініс. Яғни алдыңғы орталық жүлге, одан кейін алдыңғы латеральды жүлгелер осы сопақша мида жалғасын тапқан. Мына орналасқан құрылым пирамида деп аталады, және пирамидадан латеральды олива құрылымы да орналасқан екен. Сопақша мида, одан кейін көпірде бізде 12 жұп бас ми нервінің 5-ші нервтан 12-ші нервқа дейінгі ядролары орналасқан. Ал мынау шығып тұрған түбіршіктер осы ядролардан шығып отыр екен. Яғни аксондар жиналып түбіршіктерді құрайды. Сопақша мидың шекарасына тоқталатын болсақ, вентральды жағынан алдыңғы жоғарғы шекарасы көпірдің төменгі шеті, ал алдыңғы төменгі шекарасы пирамиданың қиылысы болып табылады. Дегустатия мотория немесе дегустатия пирамидум деп аталады екен. Дорсальды жағынан, дорсальды жағы дегеніміз, яғни артқы беті. Бұл жерде артқы жоғарғы шекарасы милық жолақтар, ал артқы төменгі шекарасы сезгіш жолдардың қиылысы, яғни дегустатия сенсория деп аталады. Бұл сопақша мидың көлденең кесіндісі, яғни мынау қызылмен, көкпен, қарамен берілгендердің барлығы ядролар болып табылады. Бұл ядролардан аксондар шығады дедім. Аксондар шыққан кезде осындай көріністегі түбіршіктерді құрап, белгілі бір аймақты нервтендіруге барады. Мына орналасқан пирамида жаңа алдынан, яғни вентральды жағынан көрініс болды, және одан латеральды олива орналасады дедім. Оливаның осындай типтегі ядросы бар, және де алдынан қараған кездегі пирамидада бізде өткізгіш жолдар өтеді, яғни мынаның барлығы бізде аксондардың көлденең кесіндісі болып табылады. Сопақша мидың сұр затын сонымен 9-ші, 12-ші жұп бас ми нервінің ядросы құрайды. Яғни бұл жерде мына орналасқан көпірде 5 пен 8-ші жұп бас ми нервінің ядроласы орналасқан, ал мына жерде, яғни сопақша мида 9 пен 12-ші жұп бас ми нервінің ядросы орналасқан екен. Және оливаның ядросы, яғни сұр затты құрайды, нуклеус грацилис куниатус құрайды, және де ретикулярлы формацияның нейрондары сопақша мидың сұр затын құрайды, ал ақ затын нейронның өсінділері, яғни өткізгіш жолдар құрап отыр екен. Бұл жерде келесі тоқталатын сопақша мидың тағы қандай орталықтары бар. Сопақша мида ас қорытуға, тыныс алуға, тамыр қозғалтуға жауапты орталықтар орналасқан, яғни ядролар емес, жай ғана орталықтар. Барлық өткізгіш жолдар сопақша мидан өтеді екен. Өйткені мына суретке қарайтын болсақ, яғни ол мидың тікелей жолынға жаңағыдай жалғасатын, жаңағыдай аралық бөлімі деп қарастырсақ та болады. Келесі артқы ми. Артқы ми көпір, яғни понс, және мишықтан церебеллумнан тұрады. Мишық, яғни церебеллум, артқы бас сүйектік шұңқырда орналасқан. Бізде бас сүйектің негізінде 3 түрлі шұңқыр бар еді, алдыңғы, ортаңғы және артқы. Сол артқы шұңқырды толтырып орналасқан бізде церебеллум болып табылады. Көпір мишықтың ортаңғы аяқшасынан аяқталады. Оны мына суреттен анығырақ көре аламыз. Көпір, яғни мынау былай орналасқан бізде көпір, ал осы жерде негізінен мишық орналасу керек, сол мишықты кескен кездегі көрініс бұл. Ортаңғы аяқшасы мынау мишықтың осы жерде, яғни көпір аяқталады деген сөз, яғни мишық басталады. Ал мына жоғарғы аяқшасы. Міне жоғарғы аяқшасы мишықтың, одан кейін төменгі аяқшасы орналасқан. Осы мына төменгі аяқшасынан сопақша ми аяқталады. Яғни бұл сопақша мидың артынан қарағандағы көрініс мынау. Бізде сопақша мидың артқы көрінісі. Мына жерге дейін. Ал мынау ортаңғы аяқшасынан, яғни көпір аяқталады дедім. Жоғарғы аяқшасымен, жоғарғы аяқшалары, одан кейін төменгі аяқшалары қосылып, бізде парус деген құрылым түзеді екен. Келесі, міне дәл мына суреттен жақсылап көруге болады, яғни мынау кесіп алып тастаған, мынау ортаңғы аяқшасы, мынау бізде алдынан көпірге жалғасады, төменгі аяқшасы, мынау бізде сопақша ми осы жерде, және де жоғарғы аяқшалар. Жалпы мишықта бізде 4 түрлі ядро орналасқан, яғни ядро дегеніміз жаңа сопақша мида да, сонымен қатар көпірде де бізде ядролар бар дедім. Ол ядролардың барлығы нейрондардың денесінің жиналуынан түзіледі. Олар бізде сұр затты құрайды. Осындай 4 түрлі ядросы бар. Міне ядро шатыра, шар тәрізді ядро, тіс тәрізді ядро деген сияқты ядролары бар. Жалпы мишықтың негізгі қызметі тепе-теңдікті қамтамасыз ету. Екі түрлі тепе-теңдік түрін ажыратамыз: динамикалық тепе-теңдік және статикалық
тепе-теңдік. Динамикалық тепе-теңдік яғни түзу жүруді қамтамасыз етеді. Ал статикалық дегеніміз бір орында тұрған кезде түзу қалыпты сақтауды қамтамасыз етеді. Егер де ол мысалы статикалық тепе-теңдік бұзылатын болса, адам бір орында түзу тұра алмас еді. Келесі көпір. Көпір дегеніміз бронз, оның көлденең кесіндісі, яғни ол осылай жаңа бізде нені осылай тұрды, иә, жаңа ортаңғы аяқшасынан аяқталды. Осы жерде жоғарғы милық парусты құрайды дедім. Міне екінші тұрған жоғарғы милық аяқша, ол бізде мына өз ортаңғы аяқшасында аяқталады негізінен көпір. Ядролар тура жаңа сопақша мида орналасқан сияқты ядролар, бірақ көпірде орналасқан ядролар, олар бізде 5-ші және 8-ші жұп бас ми нервінің ядролары екен. Ал 9 пен 12-ші жұп бас ми нервінің ядролары, мына орналасқандардың барлығы, олар бізде сопақша мида орналасады. Осылай олар аксондарын береді, олар түйіршіктерді құрап сопақша мидан, одан кейін көпірден шығады екен. Келесі яғни көпірдің сұрсатын 5-ші, 8-ші бас ми нервінің ядросы, көпірдің өзінің меншікті ядролары болады, трапеция тәрізді дененің ядролары және ретикулярлы формацияның ядролары. Қазір ретикулярлы формация дегенімізіне соған тоқталатын боламын алдағы видеоның жалғасында. Көпірдің ағзатын сәйкесінше өткізгіш жолдар құрайды. Тура сопақша ми сияқты, яғни өткізгіш жолдар дегеніміз ол бізде аксондардан түзілген, жаңа ядролардан шыққан аксондар, сол бар, одан кейін жаңағы өзі жеке жоғарылайтын, жаңағы төмендейтін өткізгіш жолдар бар. Оның барлығын бізде аксондар құрайды екен. Келесі ромб тәрізді шұңқыр. Жалпы ромб тәрізді шұңқыр дегеніміз не? Ол 4-ші қарыншаның төбесі. Ромб тәрізді шұңқырды айтқанда, көпірді айтқанда, сопақша миды, миышықты айтқан кезде оның барлығында жаңағыдай ромб тәрізді шұңқырды бөліп алу, оларды бір-бірінен ажырату айту мүмкін емес. Сондықтан олар бір-біріне байланысты құрылымдар. Міне 4-ші қарыншаның төбесі миышықта, түбі ромб тәрізді шұңқырда немесе көпір мен сопақша мидың артқы жағында. Міне бізде 4-ші қарынша осындай бейнеде болады, үшбұрышты, яғни шатыр тәрізді. Оның денесі полностью миышықта болады. Яғни біз егерде миышықты алып тастайтын болсақ, осы күйінде бізде көпір негізі мына жерге дейін жалғасады, ол бізде кесілді көрінісі. Сопақша ми. Осы сопақша мидың, одан кейін көпірдің артында ромб тәрізді құрылым бар. Яғни ромб тәрізді құрылым дегенде олардың арты осындай ромб сияқты. Көпір мен сопақша мидың арты. Мына бізде 4-ші қарынша, міне миышықта орналасады дедік. Сол 4-ші қарыншаның түбі осы көпір мен сопақша мидың арты, ал олардың арты ромб тәрізді екен. Сондықтан ол бізде ромб тәрізді шұңқыр деген атқа ие. Дәл мына суреттен түсінуге болады. Яғни мына көпір, мына жерде бізде миышық орналасу керек еді, сол миышықты кесіп алып тастаған. Мынау бізде көпір деп аталады, және мына жер сопақша ми. Яғни мына миышықтың ішінде жаңа айтқандай 4-ші қарынша бар, сол 4-ші қарыншаның түбі осы ромб тәрізді шұңқыр екен. Ромб тәрізді шұңқырдың милық жолақтар арқылы екіге бөлінеді. Осы жоғарғы шетін ол бізде, яғни жоғарғы үшбұрышын көпір құрайды, ал төменгі үшбұрышын сопақша ми құрайды екен. Яғни ол бізде 4-ші қарыншаның түбі. 4-ші қарыншаның түбі дегеніміз көпірдің артқы беті және сопақша мидың артқы беті екен. Сәйкесінше егерде мен жаңағы бері ядролардың орналасуына тоқталдым, 5-ші, жаңағыдай 8-ші жұп бас ми нервтері, яғни ромб тәрізді шұңқырдың жоғарғы үшбұрышында орналасады десек те, көпірдің артқы бетінде орналасады десек те, ол бізде қате болып саналмайды. Яғни бұлар бір-біріне тығыз байланысты. Немесе 9-ші, 12-ші жұп бас ми нерві жаңағыдай ромб тәрізді шұңқырдың төменгі үшбұрышында орналасады деп айтсақ та, немесе сопақша мидың артқы бетінде орналасады деп айтсақ та, қатеге саналмайды екен. Енді бізде 12 жұп бас ми нервінде, яғни 1-ші, 2-ші жұп бас ми нервтары, оларда бізде ядро жоқ. Ал 3-ші, 4-ші жұп бас ми нерві ортаңғы мида, олардың ядролары ортаңғы мида орналасқан. Ал 5-ші, 8-ші жұп бас ми нерві көпірде, ромб тәрізді шұңқырдың жоғарғы үшбұрышында, немесе ромб тәрізді шұңқырдың жоғарғы үшбұрышында деп айтсақ болады. Ал 9-дан 12-ге дейін төменгі үшбұрышында. Енді осы жерде ядроларға тоқталайық. Жалпы 5-ші нерв бізде нервус тригемини деп аталады, яғни үшкіл нерв. Ол бізде бір қозғалтқыш және де 3 сезімтал жаңағыдай ядро береді екен. Ол жерде ромб тәрізді шұңқыр, міне сопақша мидан келе жатты, бізде сопақша мидың алдыңғы бөлімдері қозғалтқыш жолдарға жауап береді. Яғни ол жерде қозғалтқыш нейрондар, одан кейін төмендейтін қозғалтқыш жолдар орналасқан. Ол осы күйінде былай алдына қарай келеді да, орналасқан бізде ортасында бізде
қозғалтқыш нейрондардың орналасуына сәйкес келеді. Ал мынау артқы бөлімі жұлынның, ол бізде осылай қарай ашылады. Сол ашылған кезде, значит, мына шетте бізде сезімтал нейрондар орналасуына сәйкес келеді екен. Ал мынау бүйір бөлімі бар ғой жұлынның, яғни жұлын жалғасып сопақша миға келе жатыр. Ол жерде вегетативті ядролар орналасады да негізі, сондықтан ол осылай ромб тәрізді шұңқырды осылай 3 зонаға бөлуге болады екен міне. Мынау бізде ортасы яғни алдыңғы қозғалтқыш жолы ешқандай өзгеріс болған жоқ қой, сол күйі жалғасып, солай ромб тәрізді шұңқырдың төбесіне шейін барды. Ал мына жерде артқы жолында бізде сезгіш жолдар орналасқан дедім. Олар бізде осылай екі айырылып кетті. Сәйкесінше жаңағыдай 5-тен 12-ге дейінгі жұп бас ми нервтарының ядролары осындай сезгіш жолдың шетінде орналасуына болды. Яғни ядролар осындай шетте орналасады. Егер ол сезгіш ядро болатын болса, вегетативті бүйірі тоже ол айырылып кеткен жоқ сезгіш жолдар сияқты. Сондықтан осындай 3 түрлі зонаға бөледі екенбіз. Енді міне 5 нерв тірегеміне бір қозғалтқыш ядросы бар, бір қозғалтқыш ядро, значит қозғалтқыш зонада орналасады. Міне 5. Одан кейін 3 сезімтал. 3 сезімтал біреуі жаңағыдай негізі ядро деген біреулері домалақ болады, біреулері осындай ұзынша келеді. Сол, яғни бұл сезімтал ядросы біреуі дәл осы сезімтал аймақта жаңағыдай айырылып кеткен жол бар ғой, сол же сезімтал аймақта, яғни көпірде орналасады, біреуі ортаңғы миға қарай созыла жатады. Одан кейін үшінші сезімтал ядросы уже сопақша миға қарай орналасады. Мынау кішкене төмен салынып кеткен. Где-то здесь осы жерде орналасады екен. Мынау 5-ші. Сондықтан осылай олар көрініс береді. Яғни шеткі зонада. Так, вегетативті ядросы жоқ. Келесі нерв бізде 6. 5 пен 8 жоғарғы ромб тәрізді шұңқырдың үшбұрышында дедік. Яғни 6 нервус абдуценс, ол бізде бір қозғалтқыш қана ядросы бар, значит ол қозғалтқыш аймақта орналасқан не ортасында. Келесі 7-ші нервус фациалис деп аталады. Ол бізде бір қозғалтқыш, бір вегетативті, бір сезімтал нервтар бар. Нуклеус нерви фациалис деген ол бізде қозғалтқыш ядросы, не қозғалтқыш зонада орналасқан. Келесі вегетативті бар, ол нуклеус саливаторис супериор деп аталады. Міне вегетативті аймақ, міне. Келесі ядро, ол сезімтал. Яғни нуклеус нерви солитари деп аталады. 7 нервқа 9-ға 10-ға ортақ ядро екен. Одан кейін бізде 8-ші нерв, нервус вестибуля кохлеарис деп аталады. Ол тоже 6 ядросы бар. 6 ядросы да осы ромб тәрізді шұңқырдың жоғарғы шекарасында, яғни мына сезімтал аймақта орналасқан. Міне мына жерде сезімтал болып табылады. Мына ортасы вегетативті, ал дәл ортасы қозғалтқыш ядролар орналасатын зона екен. Келесі 9-шыдан 12-ге дейін, яғни милық жолақтар 2-ге бөледі. Сол кезде уже 9-дан 12-ге дейінгі ядролар төменде орналасады. Нуклеус амбигиус. 9-ші нервтің бізде мынандай 3 түрлі ядросы бар. Бірінші нуклеус амбигиус, ол бізде қозғалтқыш ядросы. Міне қозғалтқыш аймақта ол 10-ға да қатысты. Келесі вегетативті нуклеус саливаторис инфериор, жаңа супериор болды ғой 7-ші нервті. Енді бұның вегетативті ядросы бар, тағы бір нуклеус саливаториус инфериор деп аталады. Одан кейін нуклеус нерви солитари, сезімтал, ол бізде 7-ге, 9-ға, 10-ға ортақ болып табылады. Сондықтан осылай белгіленген екен. Келесі бізде 10-ші нерв, нервус вагус, тоже 3 ядросы бар. Нуклеус амбигиус, яғни қозғалтқыш, ол бізде 9-ға ортақ, уже белгілеп қойдық. Және нуклеус нерви солитари, сезімтал, ол бізде тоже 7-9-10-ға ортақ бір ядро. Одан кейін нуклеус тарсалис бар. Нуклеус тарсалис міне өзі жалғыз өзі тұр екен, яғни ол вегетативті ядро. Вегетативті міне жасылмен белгіленген. Одан кейін 11-ші нервта бірақ ядро бар, ол нуклеус жаңағыдай нервус абдуценс деп аталады. Нервус аксессористікі ол бізде қозғалтқыш. Сәйкесінше қызылмен белгіленген. Одан кейін 12-шісі нервус гипоглоссус. Ол бізде нуклеус нерви гипоглоссус деген ядросы бар екен. Оныкі қозғалтқыш. Міне қозғалтқыш зонада белгіленген. Келесі 12 жұп бас ми нервінің орналасуын түсіндік деп ойлаймын. Ретикулярлық формация дегенімізде, жаңа мен сопақша миды айтқанда, көпірді айтқанда, сұр затында ретикулярлық формацияның ядролары, нейрондары орналасқан деп айттым. Ретикулярлық формация дегеніміз жолының жоғары сегменттерінен бастап, осындай мидың жаңа мидың құрайтын құрылымдарды айттым, сопақша ми, ортаңғы ми, одан кейін көпір, сол жерде шашырай орналасқан нейрондар, миллиондаған өте көп нейрондар. Олар нейрондар кейбіреулері жиналып ядро түзіп орналасқан. Яғни бізде
ретикулярлық формацияның негізінен қызметі толықтай зерттелмеген, бірақ та экстра, проприо, интрарецепторлар орналасады ағзада. Сол рецепторлардан көптеген ақпарат келеді миға. Соның барлығын ми жаңағыдай ми қыртысы, яғни жоғарғы жаңағыдай мидың жарты шарлары, олар бәрі өңдеп үлгермейді. Сондықтан ретикулярлық формация, яғни миллиондаған шашырай орналасқан нейрондар мидың олар соның ең керекті ақпараттарды өткізіп, жаңағыдай керек емесін басып тастайтын сондай бір құрылым болып табылады екен.